Қазыбек би бабамыз айтады, дүниеде ең қиындық көрген екі халық болса, соның біреусі қазақ дейді. Ал егер бір халық болған болса, ол да қазақ деген екен. Бірақ соған қарамастан, мынандай ұлан ғасыр жерді біз қорғап қалдық. Ол не нәрсе? Ол жаңа тектілік, ол батырлық, ол мәрттік, ол ілімпаздық, ол жомарттық. Қазақтың бір байы, қазақтың бүткіл ауылын баққан. Жетімін жылатпаған, жесірін жылатпаған. Сондықтан айналайындар, ертең мына ұлы даланың ұландары, мына қазақ елінің тұтқасы өздерінің қолдарында. Жақсы білім алайық, ұстаздарымызды құрметтейік. Бүгінгі таңда біз мына Әбу Ханифа атамыздың Ханафи мазхабын ұстанып отырмыз. Сол Әбу Ханифа өзінің ұстазы қаматтың үйіне қаратып, аяғын созып жатпайды екен. Біз айтамыз, қазақына құбыла қарап түкірме, құбылаға аяғын созба деп айтамыз, құбыла қасиетті. Сол сияқты жаңағы өзінің ұстазы қаматтың үйіне қаратып, аяғын созып жатпайды екен. Қаматтың үйі Әбу Ханифадан 4 көше жоғары тұрған. Сонда ұстазға деген құрметінен. Көрдің ба? Мына ұстаздарымыз біз құрметтейік. Бүгінгі таңда оқушылар жаңа ағайлармен бірге темекі тартып тұрады. Ол қандай құрмет? Сәлем бермейміз, амандаспаймыз. Сабаққа кешігіп келеміз. Ол қандай құрмет? Ұстаздарымыз бізге қандай нәрсені үйретіп жатыр? Жаңа бапкерлеріміз бокстан, күрестен, әкеміз үйретпеген нәрсені үйретіп жатыр. Математикадан, алгебрадан, тарихтан, географиядан, мысалы, мына жерде отырған аналарымыз, жаңа ұстаздар қандай нәрсені үйретіп жатыр? Көрдің ба? Сондықтан Абай атамыз сияқты ертең өкініп қалмайық. Абай атамыз не дейді? Жасында ғылым бар деп ескермедім дейді. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ері жеткен соң түспеді уысыма, қолымды уақытынан кешірмедім дейді. Бұл мақұрым қалмағыма кім кінәлі? Қолымды дөпсірмесем өстермедім дейді. Абайдың өзі қазақтың ғұламасы. Ұлы Абайдың өзі өкініп жатыр. Неге мен бала кезінде білім алмадым? Жасында ғылым бар деп неге ескермедім? Неге мен молданың сабағын дұрыстап оқымадым? Неге мен білімді алмадым деп. Ал бүгінгі таңда жас шақта алған білім тасқа ойып жазғандай. Орта жаста алған білім қағазбенен жазғандай. Ал қартайғанда алған білім құмның бетіне жазғандай. Ол қартайғанда сенің ақылыңа қонбайды ол. Сондықтан біз жастық шақта білім алсақ, тасқа ойылғандай таңба болып түседі. Сондықтан жаңағы жақсы білім алсақ, ертеңіміз осы еліміздің жақсы азаматы боламыз. Әр ата-аналарың өздерінен үміт күтіп отыр. Ұлды ұяға, қызды қияға қондырғысы кеп, ертең менің балам чемпион болсын, жақсылық сияқты, жаңағы Ермахан сияқты боксшы болса екен, анау сияқты осындай болса екен, ғалым болса екен деп армандап отыр. Сол ата-анамыздың арманын орындайық. Мына 28-ші жаңағы мектеп гимназиясы қандай керемет, жап жаңа бәрі. Кейбір ауылдарда мұндай жағдай жоқ, айналайындар. Мынандай активизал деген болмайды оларда. Мына жерде өздеріңе беріп отқан үлкен мүмкіндік. Осындай мүмкіндік пайдаланайық. Жақсы білім алайық, жақсы азамат болайық. Және де уәде беріңдер маған, ертең осы гимназияда мықты-мықты чемпиондар, мықты-мықты жаңағы математикадан олимпиада чемпиондары, мықты-мықты азаматтар шығатынына мен сенемін.